Дәл қазір Украинада орыстар мен украиндерден бөлек көп адам біле бермейтін екі топ соғысып жатыр. Украинаның жағында Джохар Дудаев атындағы Ичкерияның арнайы батальоны, ал ресейліктер жағында Кадыровтың арнайы әскері Шешенстаннан. Бұлар бір халық қой. Неге олар жат жерде бір-біріне аяусыз оқ атып жатыр деп таңғалып қалған боларсыз. Бұл қарапайым экономика. Мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Біз бүгін Кавказдың қалайша Ресей Федерациясы құрамына өткенін және олардың азаттық үшін күресі жайлы айтатын боламыз. 90-шы жылдары КСРО-ның іргесі сөгіле бастағаннан Кавказ халықтары өздері жеке дара мемлекет болуды ойлайды. Солайша өздерін КСРО-дағы 16-шы республика Ичкерия деп жариялайды. 1991 жылы 1 қарашада өздеріне президент етіп Джохар Дудаевты сайлайды. Ол кезде Қазақстан әлі тәуелсіздігін жарияламаған кез. Ал енді бір сұрақ. Алапат күш КСРО-ға қарсы тұрып, өзін президент деп жариялаған Джохар Дудаев кім? Кавказда туылып, бала кезінде отбасымен бірге Қазақстанға депортацияланған, кейіннен ұшқыш болып оқып, авиация саласында ұзақ жыл қызмет еткен. Шешенстан халқының қаһарман ұлы, шешен ұлтынан шыққан жалғыз генерал. Ол халық арасында да, әскерилер арасында да аса сыйлы азамат болды. Ичкерияның бірінші президентінің қалай қайтыс болғанын, Джохар Дудаевтың ажалы неден болғанын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Себебі бұл өте қызық. Дудаев Ичкерияның азат мемлекет болуы үшін барын салды, парламентті құрды. 92 жылдың наурыз айында парламент конституцияны бекітіп берді. Шет елдерге де шығып тұрды. Тіпті сол 92 жылдың өзінде Джохар Дудаев Сауд Арабиясына барып, қажылық парызында өтеген. Шет елдер арасында бірінші болып Ичкерияның тәуелсіздігін Грузия мойындайды. Алайда Ресей Кавказдың бөлініп шығуын қолдамады. Солайша күш жинап алған соң 94 жылы орыстың 3 әскери колоннасы Кавказға кірді. Бірінші шешен соғысы басталды. Орыстар Грозныйды аяусыз бомбалайды. Бұл соғыс 120 мың адамды өмірін қиып, 200 мың адамды жаралайды. Генерал Дудаев бастаған әскер оңай шағылатын жаңақ емес болып шықты. Олар өзен мен тауларды соғыста өте сауатты пайдаланды. Тек орыстың 50 мың әскері қырылған бұл бірінші шешен соғысы 2 жылдан астам уақытқа созылды. 96 жылы 31 тамызда Ресей әскері жеңіліп, кері шегінді. Бірінші шешен соғысы Ичкерияның жеңісімен аяқталды. Алайда бұл жеңісті генерал Джохар Дудаев көре алмады. Ол бұл жеңіске бірнеше күндер қалғанда қайтыс болған тұғын. Дудаевқа бұған дейінде бірнеше рет қастандық ұйымдастырылған болатын. Алайда Ичкерияның президенті өте сақ еді. Оның орналасқан жерін Ресей барлау басқармасы телефон қоңырауы арқылы анықтаған. Әдетте ол телефонмен сөйлескеннен соң 10-15 минуттың ішінде ол жерден кетіп қалатын. Соны білген орыстар Кавказ аспанында үздіксіз Су-24 бомбалаушы ұшағымен қарауылдап ұшып жүреді. Соның арқасында телефонмен 1,5 минут сөйлескен соң, 5 минуттан соң генерал Дудаев авиабомба соққысынан қайтыс болды. Бала кезден ұшқыш болуды армандаған, кейіннен ұшқыш болып генерал шеніне дейін өскен ол авиабомбаның соққысынан қайтыс болады. Қарапайым экономика арнасына тіркеліңіз, видеоға лайк басыңыз және достарыңызға таратыңыз. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Ичкерия Ресейді мойындамады. Басқа басшылар келіп, ел басқарып жүріп жатты. Кейіннен Путин премьер-министр болып тұрған кезде оның рейтингісін көтеретін, президент дәрежесіне дейін жеткізетін, Путиннің даңқын бүкіл орыстарға көрсететін бір оқиға керек болды. 1999 жылы қыркүйекте Мәскеу мен Ресейде тағы да бірнеше қалаларда теракт болды. 300-ден астам адам қайтыс болады, 1000-нан астам адам жараланады. Бұл оқиға Ресейді дүр сілкіндірді. Путин бұл істі кавказдықтар ұйымдастырды деп жар салды. Солайша бүкіл Кавказды террорист деп жариялап, контртеррористік операция деген атпен екінші шешен соғысын бастайды. Осы кезде Шешенстанда іштен бөліну басталды. Сол топтардың бірін Ахмет Кадыров басқарып тұрды. Қазіргі Шешенстан президенті Рамзан Кадыровтың әкесі Ахмет Кадыров ол кезде халыққа несімен ұнады.
Ол кезде Ресейге джихад деп ұрандатып жүрген Ахмет Кадыров әрбір шешен азаматы 150 орысты өлтіруі керек деген сөзі шешен халқының әлі есінде шығар. Сөйте тұра ол Путинге бас иіп жеңілісті мойындады. Елде президент болып сайланды. Кейінгі жұмысы елдегі өзіне қарсы келген топтарды қудалау болды. Кавказдағы жеңістен соң Ресейде Путиннің беделі артты. Соның арқасында ол президент болып сайланып алды. Осыдан соң Ичкерия мемлекет ретінде картадан жойылды. Ол тек Ресей Федерациясының құрамындағы бір республика болып қалды. Көп ұзамай Ахмет Кадыровтың ұлы Рамзан Кадыров ел билігіне келді. Оны Путин таңдады. Оған билікті де Путин берді. Герой России, яғни Ресейдің батыры атағында берді. Сөйтіп, генерал-полковник Рамзан Кадыров болып шыға келді. Солайша Кадыров Путиннің күшігіне айналды. Тіпті Рамзан Ахметұлы бір сөзінде Путин шешен халқының құтқарушысы деп те айтқан болатын. Ең қызығы әлі алда. Әлемдік экономистер Владимир Путиннің не себептен бұлай жасағанын әлі түсіне алмай келеді. Себебі Кавказдың Мәскеу үшін ешқандай пайдасы жоқ. Татарстан, Якутия, Сібір сияқты Ресей Федерациясының құрамындағы республикалар Мәскеу үшін аса пайдалы. Бірі мұнай, бірі газ, енді бірі алмаз береді. Оны сату арқылы Мәскеу, яғни Путин есепсіз байыды. Ал Кавказ Мәскеуге қаржы құймайды. Керісінше, Мәскеуден Шешенстанға қаржы ағыны байқалады. Мұның сырын саналы экономист түсіне алмауы мүмкін, алайда саясаткерлер жақсы біледі. Себебі Кавказ бар болса, проблема да бар. Ал бұл проблемадан құтылудың бір жолы ретінде Путин Кадыровты таңдады. Алғашында ол Кадыровты президент етіп жариялаған. Кейіннен президент лауазымында тартып алды. Яғни жергілікті елді басқарушы тұлға ретінде ғана қалды. Қазір Кадыровта президент лауазымы жоқ. Ал Кавказдың қаһарман ұлы Джохар Дудаевтың көзі тірісінде берген сұхбатын қазақша тыңдағыңыз келсе, комментарийге көргім келеді деп жазыңыз. Көп адам сұраса, сол сұхбаттың қазақша нұсқасын да аударып шығаратын боламыз. Ал қазір Татарстан Ресей Федерациясының құрамына қалай өтті? Көріңіз. Дәл қазір экраныңызға шығып та тұрған болар. Татарстан туралы видеоны басып, ары қарай өтіп, Татарстан туралы, оның байлығы, Мәскеудің иелігіне қалай өткені туралы біліп шығыңыз. Ал біз қоштаспаймыз, аман сау болыңыз дейміз.